Бүгін бізде үлкен дайындық болады. Үйде Құран оқытамыз, сол үшін қонақтар келеді. Таңертең ертемен тұрып алдымен шайымызды ішіп алдық. Негізінде бізде бүгін үлкен жаңалық болған. Оны ертең көрсетемін. Өзіме чай, бала-шағама каша. Шайымызды ішіп алып, кілем жууға кірістік. Бізде күн қайнап тұр, ертеңге дейін кеуіп қалады. Барлығын жуып, сосын үйдің жан-жақтарының шөптерін жұлып шықтым. Сыпырып, тазалап деген сияқты. Сосын үйдің жұмысына кірістім. Қол жуатын жерлердің барлығын жуып, арасында қарбыз жеп алдық. Сіз деген үнемі қарбыз, қауын жейсіз, біз деген әле қарбыз, қауын жеген жоқпыз дейтін оқырмандарым да бар екен. Енді біз деген Шымкентте тұрамыз, нағыз қарбыз қауынның отаны. Түсте шайымызды ішіп алып, сосын базарға кірістік. Қасымда жеңгем бар. Осы мен бар ғой, үйге қонақ келетін болса, қолыма барлығын жазып аламын. Базарға барсам миым ашып қалады. Үйге заттардың барлығын алып, сосын жеңгем осындай күшті өзінің фирменный салатын істеген болатын. Бұл салаттың атын ұмытып қалдым. Ішек қарыннан салат. Дәмі енді супер. Үйдің жұмыстарының барлығын бітіріп, өзіміз алтын көруге келдік. Енді жігітім алтын алып берген болатын. Арасында осылай киім көріп келіп жатырмыз. Ал менің алтынымды көруге дайынсыздар ма? Қалай екен, өзіме өте қатты ұнады.